Күміс таудағы құпиям. Баяғыда алыстағы ну орман мен көк шалғынның ортасында Күмістау деген алып тау тұратын. Ол алыс жерден жылтыраған аппақ шынымен көз тартатын. Бірақ ешкім оның төбесіне шықпаған. Себебі ол жерде сиқырлы құпия жасырылған деген аңыз бар еді. Орманда 3 дос өмір сүріпті. Шеруші, кірпішек, сабырлы, мұқият, бәрін бақылап жүретін. Қарлығаш, құс өте жылдам, ақылды әрі сезімтал. Томпақ, қонжық өте батыл, күшті, бірақ кейде ойланбастан әрекет ететін. Бір күні орманға белгісіз дауыс таралады. Күміс таудың басына бірінші болып шыққан жан орманның болашақ қорғаушысы болады. Барлық жануарлар абдырап қалады. Бірақ ең батыл үштік шеруші, қарлығаш және томпақ сапарға шығуға бел буады. Бірінші күн олар орманды артқа қалдырып тауға жақындайды. Кешке қарай олар түнейтін үңгір іздейді. Бірақ үңгір ішінде жарық шашатын көгілдір жылан кездеседі. Жылан оларға қарап, кім шын дос болса, менің сұрағыма жауап берсін. Әйтпесе жолдарың бітеді. Сұрақ: бір дос құлап жатса, екіншісі не істеуі керек? Шеруші ойланып, қолын созып тұруы керек, бірақ өзі де құлап қалмайтындай. Жылан жымиып, дұрыс, жалғастыра беріңдер дейді де жоғалып кетеді. Екінші күн олар тік жартастарға жетеді. Қарлығаш ұшып барады. Кірпішек қабырға бойымен баяу жылжиды. Ал томпақ секіреді де аяғы тайып кетіп төменге қарай құлайды. Томпақ деп айғайлайды шеруші. Қарлығаш лезде төменге ұшып томпақты құтқарады. Бірақ оның қанаты жарақат алады. Томпақ үнсіз жылап жібереді. Менің кінәм, мен асығып кеттім. Дос болу бір-бірінің әлсіз тұсын қабылдау, дейді шеруші. Үшінші күн олар шыңға жетеді. Ол жерде жарқыраған сиқырлы тас бар еді. Бірақ оны ұстау үшін тағы бір сынақ тұр. Шынайы арманыңды айту керек. Бірақ жалған айтсаң, тас жоғалып кетеді. Томпақ: мен орманды қорғағым келеді. Бірақ мен әлі дайын емеспін. Мен өзімнен күмәнданам, дейді. Қарлығаш: мен бәріне көмектескім келеді. Бірақ кейде қорқам, дейді. Шеруші: мен ешқашан батыр бола алмаймын деп ойладым. Бірақ достарыммен бәрі мүмкін екенін білдім, дейді. Сол сәтте сиқырлы тас жарқырап аспанға жарық шашады. Таудың төбесінде желмен бірге мынадай дауыс естіледі: шындық, достық пен батылдық жеңді. Сендер күміс таудың нағыз қорғаушыларсыңдар, дейді. Содан бастап үшеуі күміс таудың қорғаушылары болады. Жануарлар оларға қарап, достықтың, батырлық пен шынайылықтың не екенін түсінеді.